Bizде 100-ге тең. Енді мынаны 300-ді 100-ге бөлеміз, 3-ге тең. Сонда x тең 3-ге. Бізге бірақ n керек, n тең 2-нің x дәрежесі, сонда 2-нің 3 дәрежесін қоямыз x-тің орнына, өйткені x бізде 3-ге тең. Сонда 2-нің 3 дәрежесі 8-ге тең. Сонда алфавиттің қуаты бізде 8-ге тең екен. Бұл есеп осылай шықты. Келесі есепті қарастырайық. Келесі есеп алфавит қуаты 64-ге тең. N бізде 64-ге тең екен. Әр парағы 256 символдан 256 символ әр парағында 128 парақ. 128 парақ. Қанша килобайт жады керек, яғни көлемді табу керек. Бізде n белгілі. Көлемнің формуласы бізде I тең k көбейтілген x. Мына n-нен x-ті тауып аламыз, 64-ті 2-нің қанша дәрежесі деп жазамыз? 2-нің 6 дәрежесі деп жазамыз. Енді бізде x белгілі, бірақ k жоқ. K-ны мына берілген ақпарат арқылы таба аламыз. Бұған байланысты біз тағы бір есеп көрсен, содан кейін барып бұл есепті шығара аламыз. Егер ондай есепті шығара алмайтын болсақ, бұл есепті де шығара алмаймыз. Мынаны өшіре тұрайын. Жалпы бізде мынандай есептер бар. 7-ші сыныптың тақырыбы. Бұлай түсіндірейін сіздерге, бірақ есепте бұлай суретпен тұрмайды. Әр жолы 60 символдан тұратын 40 жолдан құралған 200 беттік кітаптың салмағын тап дейді. Немесе символдардың санын тап дейді. Бұл жерде не істейміз? Бізде айтып тұрған, мысалы, әр жолында мынандай бір жолында 60 символ бар дейді. Келесі жолында тағы 60 символ бар. Келесі жолында тағы 60 символ бар. 60 символ әр жолында. 40 жол әр бетте, әр бетте 40 жол, 200 бет. Сізде 200 беттік кітап бар. 200 беттік кітаптың бір бетінде мынандай 40 жол бар екен. Осы 40 жолдың әр қайсысы 60 символдан тұрады. Мына жерде 60 символ, мына жерде әр қайсында 60-тан. Сонда сіздің бір бетіңізде неше символ бар? 40 пен 60-ты көбейтеміз, Сонда бір бетінде менің 2400 символ бар. 2400 символ. Бір бетте бұл. Ал бірақ сізде кітап бір беттен тұрмайды, 200 беттен тұрады, 2400 бұл бір бетіңіз болса, енді сіз 200 бетті табу үшін 2400-ді 200-ге көбейтесіз. Қанша болады? 48 480 мың символ. 480 мың символдан тұрады екен. Бұны байтпен, битпен көрсететін болса, бір символда бір байт бар екенін білеміз, сонда бұл 480 мың байт болады. 480 мың байтты килобайтқа ауыстыр десе, оны 1024-ге бөле саламыз. Жақсы, бұндай есепті түсіндік. Енді мына мысалымызға оралайық. Мысалымызға ораламызда, қазір мынаны өшіріп тастайық. Бұл бізде 8-ші сыныптың тақырыбы. Осыған байланысты есептерді шығарып көрсеңіздер болады. Енді біз x-ті тауып алдық. 64-ті 2-нің 6 дәрежесі ретінде жаздық. X тең 6-ға болды. Енді мынау әр парағы 256 символдан тұрады. 128 парақ дейді. Енді екеуін бір-біріне көбейтеміз, сонда біздегі символдардың саны шығады. 128 көбейтемін 256-ға. Бізде болады екен k тең 32768. X тең 6-ға. I-ді табу керек. I тең k көбейтілген x-ға. K-ны тауып алдық, x-ті тауып алдық. Енді осы екеуін көбейтеміз. 196 мың
608 бит болады. Бұның өлшем бірлігі бит, бит болады. Енді бірақ бізде мына есептің берілгені бойынша қараймыз. Сіздер осы жерден шатасуларыңыз мүмкін. Килобайтпен көрсет деп тұр. Мына жауаптарында биттің де бит ретінде де байт ретінде де берілген жауаптар болуы мүмкін. Соны шатаспай берілгеніне қараймыз, Енді біз биттен байтқа ауыстыру үшін не істейміз? Мына жерге жазайын тағы да, бұл бізде тестте бар. Бит, байт, килобайт, мегабайт. Енді қараңыздар, биттен байтқа ауыстыру үшін, кішісінен үлкеніне ауыстыру үшін не істейміз? Бөлеміз, есімізге сақтап аламыз. Өлшем бірліктерін кішісінен үлкеніне ауыстыру үшін бөлеміз. Ал мысалға байттан битке ауыстыру үшін үлкеннен кішісіне ауыстыру үшін көбейтеміз. Бұл тестте кездеседі. Не істейміз деген, үлкеннен кішісіне ауыстыру үшін не істейміз, немесе кішісінен үлкеніне ауыстыру үшін не істейміз деген сұрақ бар. Енді қайтадан мына жерге оралайық. 196.608 битті біз килобайтқа дейін ауыстыруымыз керек. Бірінші биттен байтқа ауыстыру үшін бөлеміз 8-ге. Ол болады екен 24.576 байт. Енді байттан килобайтқа ауыстыру үшін не істейміз? 1 килобайтта 1024 байт бар. Сонда біз байттан килобайтқа ауыстыру үшін бұны 1024-ке бөлеміз. 24 болады екен. 24 килобайт. Міне, 24 килобайт деген жауапты белгілейсіз. Сізде тестте нұсқасында мына 196.608 дегенде жауап болуы мүмкін, 24.576 дегенде жауап болуы мүмкін. Бірақ сіз килобайтты сұрағандықтан мынау 24 дегенді белгілеуіңіз керек. Енді сіздер мына тапсырмалардың орындап көріңіздер. Қазір мен көрсетемін. Міне, мына жерден бастап видеоны тоқтатып, скрин жасап алып шығарсаңыздар болады. Қайсысы сіздерге қиын, сол есептерді шығарып көріңіздер. Қайсысы оңай, қарапайым, оларды тастап кете беріңіздер. Бұл 7-ші және 8-ші сыныптардың тақырыбы. Бұл тақырыптар осымен тамам. Келесі тақырыпта кездескенше.